Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді етті баклажан салатын дайындайтын боламын. Әсіресе жаздың уақытысында баклажанның арзан кезінде, баклажанның көп кезінде осылай баклажанның салат дайындап жесеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Ол үшін алдымен баклажанды жуып тазалап, осылай ұзынша етіп турап шығамыз баклажандарды. Помидорды да жуып дайындап аламыз, және де жарты бас чеснок қажет бізге, сосын майонез қажет бізге. Осылай дайындап аламыз, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Баклажандарды турап болдық. Енді тапаға сұйық май құямыз аздаған. Бір ыдысқа жұмыртқаны жарып саламыз, оның үстіне тұз саламыз, жұмыртқаның дәміне қарай. Соған баклажанды аунатып аламыз да, қазып тұрған майға баклажанды қуырамыз. Бірінші бір бетін қызартып қуырып аламыз баклажанның. Видеоның соңына дейін көріңіздер, бұл салатты міндетті түрде жасап жеңіздер, ұнайды деген ойдамын. Каналға тіркеліп алыңыздар, және де қазақша каналға қолдау көрсетіңіздер. Күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Әсіресе қазір банкінің сезоны, неше түрлі салаттар бар. Міне екі жағында қызартып қуырып алдық. Майдан майын сілкіп аламыз. Баклажанның барлығын осылай екі бетін қызартып қуырып алатын боламыз. Міне баклажандарымыз дайын болды. Енді жуып тазалап алған помидорымыздың бас жағын қажет емес жерін кесіп аламыз да, ортасынан бөліп, майда бөліктерге бөліп шығамыз помидорды. Міне осылай бөліп шығамыз. Енді таза ыдысымызға саламыз. Және де чеснокты майдалап турап қосамыз, немесе үкіштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Енді келесі кезекте баклажанды осылай ұзынша етіп тураймыз. Үш бұрышты етіп турасаңыздар да, майдалап төрт бұрышты етіп турасаңыздар да болады. Мен осылай ірілеу етіп тураймын. Салаттың арасында әдемі көрінеді. Бұл салатты қонаққа дайындап қойсаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз саламыз. Майонез саламыз. Енді жақсылап араластырып дайындап шығамыз. Көп затты қажет етпейтін салатымыз дайын болды, бірақ дәмі өте керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Бізге ас болсын.